بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بونغ سباغمس الاستفهام وأما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء وأدواته الهمزة وهل وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأن وكم وأين يعني استفهام دегенimiz طالب العلم بشيء bir narsani biluvni talab qilу deydi. Aslında ta'liqda Ibn Usaymin ta'liqida o'qiymiz. Al-istifhamu asluhu talabul fahm. Istifhamning asli bir narsani tushunuvni talab qilу. Au talabul ifham nemisi tushuntiruvni talab qilу. Ay al-i'lam bish-shay. Yani bir narsani bildiru degan ma'no. Fa idza qulta hal qama zaydun fal ma'na a'limni hal qama zaydun fa huwa talabul i'lam bi shay'in aw bish-shay. Yani eğer de sen Zayd turduma deb so'rayotgan bo'lsang, onun ma'nosi mаған Zayd turduma ekenligini bildirish deydi. Bildirishi turduma, turgan yo'q ba. Fa huwa talabul i'lam bish-shay. Ol degan bir narsani bildiru degan ma'noni talab qilib tur deydi. Va hada tafsir ad-daqq min tafsir al-muallif. Bu aniqtama talabul ifham, yani bir narsani tushuntiru degan ma'no durustroq deydi. لأن من يطالع الكتب ليتعلم يقال إنه طالب علم ولا يقال مستفهم. Өйткені кітап оқитын адамды, яғни кітаптарды оқитын адамды талибу илм деп атайды, яғни білім талап қылушы деп атайды. Бірақ ола юқал мустафимун, бірақ жаңағыдай түсіндіруші деп айтылмайды, яғни түсінік іздеп жүрген, түсінікті талап қылып тұрған жоқ дейді. Фал ахсан ан юқалу ал-истифхам, истифхам дегеніміз жақсырағы талибул илами биш-шей, яғни бір нәрсені білдіруді талап қылу деген мағына жақсырақ дейді. Енді екінші, яғни адаваттарды айтты, истифхамның адаваттарын. Хадил адават тәти истифхамия ва гайру истифхамия, ләкин хия мин адаватул истифхам. Яғни жоғарыда аталған сұрау истифхам, яғни адаваттары, белгілері сұрақпен де келеді, сұрақсыз да келуі мүмкін, бірақ олардың барлығы не? Истифхамның белгілері, яғни адаваттары. Бірінші ал-хамзату ва хиял асл aqaimun zaydun, zayd turduma. Hal qama zaydun, zayd turduma. Yani amin hal o'xshaydi, biroq bir-birini hozir ajratатын bo'lamiz. Ma ne, ma hada bu ne, man kim, manil qaim kim turdi. Ayyana taqumu, ayyana yani ismga, zamonga немесе vaqtga, немесе mekanni bildiradi. Har turli ma'noda keladi. Ayyana taqumu, sen qay кезде turasың? Kayfa jaa zaydun, Zayd қалай келді? Айна танзилу, қай жерге түсесің? Анна лахума зикра, оларға зикра қайдан болсын? Кам малук, сен қанша ақшаң бар? Айю раджулайни қаимун, екі адамның қайсысы тұр? Түсінікті. Келесі мәтінді оқимыз. Фал хамзату ли талаби тасаввур ау тасдиқ, яғни әрбір адаватты енді бөлек-бөлек шарықтайтын болады. Әл-хамзату дегеніміз қандай мағынада? Әт-тасаввур, бір нәрсені жаңағыдай біліп, көріп, елестетіп мағынасында келеді. Немесе әт-тасдиқ, немесе растау мағынасында келеді. Әт-тасаввур дегеніміз, уәт-тасаввуру хуа идракул муфрад. Яғни идракул муфрад бір ғана сөзді, бір ғана мағынаны түсіну мағынасында келеді. Мысалы, кақаулика алиюн мусафирун әм халидун. Яғни, алима әлде Мұхаммад ба сапарда. Яғни, мусафир сапар шегуші алима әлде халид ба. Бір сөзді білгің келіп тұр, тасауыр жасап. Та'тақиду әнна сафара хасала мин ахадихима валакин татлубу та'йинаху. Яғни, сен оның сапар болғанын білесің, екеуінің біреуі сапарда екенін білесің, бірақ қайсы екенін білмейсің, соны сен талап қылып отырсың дейді. Олида юджабу биттаин фа юқалу алиюн мәсәлән. Сондықтан да осы сұраққа қалай жауап беріледі? Яғни тағайындап, әдейілеп жаңағыдай жауап бересің, яғни алиюн деп, яғни алиюн мусафирун деп жауап бересің дейді. Келесі ат-тасдиқ. Ват-тасдиқу хуа идракун нисбати. Наху أسافر علي تستفهم عن حصول السفر وعدمه ولذا يجاب بنعم أو لا. Yani birincisinde tasavvur кезінде сен екеуінің қайсы екенін білгің келетін болса, tasavvur жасап. Екінші ат-тасдиқ, яғни
солай болды ма, болған жоқ па, яғни растағың келіп тұр. Әт-тасдиқ, яғни растау. Солай ма, олай емес па? Сен біліп тұрсың, бірақ яғни растағың келіп тұр. Идракун ниспа, яғни сол мағынаны білгің келіп тұр. Сондықтан да сен асафара алиюн деп сұрақ қойылса саған, Али сапар шекті ма, немесе жоқ па деп сұрақ қойғанда, сен наам, я, немесе жоқ деп жауап бересің. Яғни тасдиқ, растайсың. Сапар шеккендігін, немесе шекпегендігін растайсың. Енді астындағы талиққа көзетін болсақ, хадил мас'алату мухимматун, ол өте маңызды мәселе. Ат-тасаур ау тасдиқ, яғни тасаур жасау және тасдиқ жасау. Ат-тасаур, тасаур шей, тасаур дегеніміз ол бір нәрсені жаңағыдай біліп алу. Бұлай ма, олай емес па? Яғни анықтап сұрақ қойып бір мағынаға жетуің дейді. Уат-тасдиқу ал-хукму алейхи, ал-тасдиқ оған үкім шығару, яғни оған үкім беру. Фат-тасдиқу бимағна ал-хукм, ат-тасдиқ яғни хукм мағынасында келеді. Уат-тасауру идраку шей, фамуджарадул идрака тасаур, яғни тасаур дегеніміз тек бір мағынаны ғана сен түсінесің. Яғни бір мағынаны түсінетін болсаң, бұны біз тасаур деп атаймыз. Вал-хукму ала шей тасдиқун, ал енді оған үкім шығаратын болсаң, ол тасдиқ болып есептелінеді. Яғни асафара алиюн, наам, яғни тасдиқ. Асафара алиюн ам халидун, сен ат-тасаур, яғни анықтап біліп алуың келіп тұр. Түсінікті? Келесін оқимыз, сол тағлиқта. Ал-муаллиф рахимахуллаху таала яқулу идракул муфрад, яғни идракул муфрад, жеке бір сөз немесе мағына деп айтып тұр дейді. Кақаулика алиюн мусафирун ам халидун деген сөзде, ал-ана хал анта шаккун фи сафар ам фил мусафир, сен қайсында күмәнданып тұрсың? Сапардың өзінен ба, әлде сапар шегуші адамдардан ба? Әрине фил мусафир, яғни сапар шегуші адамнан, яғни Али немесе Халидтен күмәнданып отырсың. Али ма, әлде Халид па сапар шегуші? Бірақ сапардың өзінен күмәнің жоқ сенің. Ал-хукму хуа сафару маълумун индак, ал сапар ол біздерде белгілі. Ләкин мәнил мусафир, кім сапар шеккен? Соны сен білгің келіп тұр. إذا كنت تطلب تعيين المسافر وأنت عارف أن السفر حاصل فهذا يقال إنه استفهام تصور. Yani егер де сен сапардың болғанын білесің, бірақ қайсының кім сапарға шыққанын білмейтін болып сұрайтын болсаң, оны истифхаму тассауирин деп атайды. Яғни ли ма'рифати минал фа'ил, яғни оны істеуші, іс-әрекет істеуші кім екенін білгің келеді. Ал егер фаюджабу биттаин файқалу имма алин ва имма халидун, яғни оған қалай жауап беріледі? Сол белгіленген сұраққа байланысты дәл жауап беріледі. Али немесе Халид деп жауап бересің. Енді ат-тасдиқ ва тасдиқу идраку нисба, яғни al-хукм, яғни ал-тасдиқ дегеніміз бір мәселенің үкімін білу. Тастафхиму ан al-хукм, хукмын, оның үкімін сұрайсың сен. Яғни ан нисбати шей иле шей, яғни бір нәрсенің екінші нәрсеге байланысын сұрайсың. Фа анта та'ламу аннаху ла юджаду фи сахати илля алиюн, сен бұл мәселе тек қана Али ғана айтылып жатқанын білесің. Ләкин ла тадри асафара ам хуа муқимун, бірақ сенде ондай ілім жоқ, ол сапарда ма, әлде ме, осында ма, ол туралы білмейсің. Фатақулу асафара алиюн, яғни Али сапар шекті ма деп сұрайсың. Ашаккул ан ау джахлу би сафар хал хасала ам ла, яғни сенің күмәнің немесе білмейтінің, ол Али сапарға шекті ма, әлде шеккен жоқ па дейді. Амал мусафир фа иннаху маълумун аннаху лан юсафиру илля фуланун, ал енді мұсафирдің өзіне, сапар шегушінің өзіне келетін болсақ, ол Али біздерде, ол белгілі. Яғни сол ғана сапар туралы сұрап жатсың, ол белгілі саған. Мәсәлән тақулу ақадимал амиру хада тасдиқ, яғни әмір келді деп, келді ма деп сұрайтын болсаң, бұл тасдиқ. Ләаннака татлабу қадима амлам яқадум, сен келді ма, әлде келген жоқсың ба деп сұрап жатыр. Олихада якуну жауаб би наам ау ла, би хилаф ал-ауыл. Ал-ауыл жауаб би таин, ва сани ал-жауаб би нафи ау л-исбат. Сондықтан да сен ол әмір келді ма, әлде келген жоқ па деп сұрайсың. Саған қандай жауап болады? Келді, я, немесе жоқ деген мағына болады. Яғни біріншінде ат-тасауурда біздер екеуінің біреуін айтып бер дейді, біз ол туралы білмейміз, қайсы сапар шеккендігі туралы тасауыр жасаймыз, Халид па әлде Али ма. Сол кезде біздерге жауапқа қалай
жауап қайтарылады. Али немесе Халид деп екеуінің бірі жауап беріледі. Ал екіншісінде тасдиқта бұл солай ма деген кезде я немесе жоқ деп жауап беріледі. Түсінікті ғой? Екінші мәтінге көшеміз. المسؤول والمسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة ويكون له معادل يذكر بعد أم وتسمى متصلة فتقول في الاستفهام. يعني المسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة. يعني біз tasavvur кезінде сұралатын нәрсе ол не деп сұраған кезде ол хамзадан кейінгі келген сөзді айтады. Және оның қосымшасы болады, яғни бұл ма әлде анау ма, яғни оның муадил дейді, яғни али ма немесе халид ба, яғни халид деген ол муадил, бұл сөйлемде алиюн ау халидун, халидун муадилі болу керек, оның жағында қарама қайшы екінші таңдап алатын сөзі болу керек дейді. Мысалы айтамыз біздер, бірінші анил муснад илейхи, яғни муснад илейхи туралы айтатын болсақ, муснад илейхи біздерде не? Хабар, алдыңғы сабақтарда өткен, немесе феғілге байланысқан, феғілге кірген дамайырлер. Мысалы, әнта фаалта хада ам Юсуфу. Сен бұны жасадың ба, әлде Юсуф па? Яғни бұл жерде анил муснад илейхи әнта. Яғни ал-муснад илейхи біздерде хабар емес, мубтада, кешіресіздер, мубтада немесе феғілге кірген дамайыр. Әнта фаалта хада ам Юсуфу. Сен бұны сен бе істеген әлде Юсуф па дейді. Яғни әнта бұл жерде ал-муснад илейхи мубтадан сұрап тұрсын. Сол кезде сен жауап бересің тасаввурда я мен немесе Юсуф деп. Енді ванил муснад, ал енді муснад туралы сөйлейтін болсақ, ол хабар. Арағибун әнта анил әмри әм рағибун фихи. Сен бұл істе жақсы жек көріп өтсің ба, әлде жақсы көріп өтсің ба? Яғни арағибун біздерде хабар, әл-муснад тұрыс па? Соны сұрап отыр. Жек көріп өтсің ба, әлде жақсы көріп өтсің ба? Яғни рағиба ан деп келсе, ол жек көру. Рағиба фи деп келсе, ол жақсы көру. Яғни арағибун әнта анил әмри әм рағибун фихи. Бұл енді сені сұрап тұрған жоқ. Бұл сен жек көресің бе, әлде жақсы көресің бе деген әл-муснад туралы сұрап тұр. Яғни ол бізде хамзадан кейін келіп тұр. Түсінікті ғой? Енді астындағы тағлиқты оқи салайық. Ал-масул анху фи тасаввур ма ялил хамза ва тасаввуру ал-матлуб фихи ат-таъин. Яғни сұралатын нәрсе тасаввурда ол хамзадан кейін келетін сөз дейді. Ол тасаввур кезінде біз екеуінің біреуін таңдауды талап қыламыз дейді. Ал-масул анху ялил хамзату ва лаху муадил. Яғни ал-масул сұралатын нәрсе ол хамзадан кейін келеді. Және оның муадилі болу керек. Яғни қарама қайшы екінші таңдап алатын сөзі болу керек. Фатақулу әнта фаалта хада ам Юсуф. Сен істедің бе, әлде Юсуф істеді ме дейді. Әл-жауап Юсуф ау әнта уализа юзкар ма юадилуха. Сондықтан да оның жаңағыдай таңдап алатын сөзі де айтылады дейді. Отусамма хада муттасилатан. Ол біздерде не деп аталады? Муттасилатан. Түсінікті ғой? Яғни әм деп келеді, кейін Юсуф дейді. Юсуф деген сөз, мысалы, әнта фаалта хада әм келгеннен кейін муттасила келеді, ол Юсуфу алдындағы сөзбен муттасила байланысты болғаннан. Әмма ида кана анил муснади, енді әл-муснад туралы сөйлейтін болсақ, хабар туралы, фа әнта тәзкурул хукм, сен үкімді жауап бересің. Мысалы, біліп көрейікші, зайдун қаимун, зайдун мубтада әл-муснад илейхи, қаимун әл-муснад хабар, дұрыс па? Енді муснад илейхи туралы сұрасаң, зайдун қаимун ам халидун деп жауап бересің, сұрақ қоясың. Әл-муснад илейхи туралы білінгесе, мубтада, ал енді хабар туралы білінгесе, мысалы, зайдун қаимун ғой, енді қаимунды алдыға шығарып жібереміз, өйткені хамзадан кейін болу керек қой. Қаимун зайдун ам халидун деп жауап береміз. Түсінікті ме? Әл-муснад туралы сұраған кезде. Қазір әлләзи ялил хамза, яғни оқимыз. Әлләзи ялил хамзату хуал хукм, яғни хамзадан кейін келетін сөз, ол үкім. Ам мусафирун анта ам муқимун. Сен бе, әлде сен сапардасың ба, әлде орындасың ба, осындасың ба деген мағына. Яғни анта мусафирун деген сөйлем ғой, негізі мубтада хабар, бірақ мусафирунды алдыға шығардық та біздер муснадта сұрағымыз келді, тасаввур жасағымыз келді. Әм мусафирун анта әм муқимун. Содан кейін әм муқимун деп оның муттасила несін айтамыз. Өйткені біздер
оны білгіміз келіп отыр, иә, қайсысы, сен мұсафирсің ба әлде осындасың ба деп. وتقول أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه بينهما فرق أراغب أنت عنه أم فيه الفرق. яғни ал енді أراغب أنت де жауап бересің, عن الأمر أم راغب فيه деген сөзде, мына сөйлемде айырмашылық бар ма жоқ па? Әрине бар. Өйткені рағибун фи, рағиба фи дегеніміз жақсы көру, рағиба ан жек көру. Сондықтан мағынасын жаңағыдай бақылап тұрыңдар. Ат-талибу, яғни талап қылушы, рағибун фихи, яғни татлубуху, яғни бір нәрсені талап қылады. Рағибу анху, захидун анху, керісінше оны тастай жақсы көрмейді деген мағына. Шейх әй тәтуркуху, яғни бұл осында айтылған нәрселер, бірақ біздер жалғастырып оқи берейік. Яғни біздер әл-муснад, анил-муснад туралы оқыдық, келесі анил-маф'ул. Ия тақсуду әм Халидан. Сен мені мақсат қылып тұрсың ба, әлде Халидті мақсат қылып тұрсың ба? Яғни әл-маф'ул қайсысы? Ия тақсидуни асыл сөйлеме, содан кейін маф'улды өзін дамирді бөлек шығаратын болсақ, онда ия деген сөзге қосамыз, ияка, ияху, ияки, ияхум. Сондықтан мені ия тақсиду әм Халидан маф'улды де тасауыр жасап сұрауға болады. Содан кейін оның мұттасы әм Халиданды сұраймыз. Ванил хали, хал туралы. Аракибан жи'та әм машиян. Яғни асыл сөйлем қандай? Жи'та ракибан. Сен жаңағыдай көлікпен келдің бе, әлде жаяу келдің бе? Сондықтан да біз оны тасауыр жасаймыз, хамзадан кейін қоямыз. Халда ракибан. Ракибан жи'та әм машиян. Ракибан және машиян хал. Яғни иғраба. Келесі вағани зарф, яғни зарф туралы, бір уақыт туралы, заман туралы сұрауың. Айяумул хамиси қадимта, айяумул джумаати, ва хакада. Яғни сен четверг күні келдің бе, әлде жұма күні келдің бе дейді. Яғни біздер қай күні келгендігін сұрап отырық, сондықтан да біз оны хамзадан кейін қойып отырық. Түсінікті. Келесі вақат ла юзкару ал-муадил. Кей кезде әл-муадил, яғни таңдап алынатын келесі сөз айтылмауы мүмкін дейді. Мысалы, әнта фаалта хада, бұны сен жасадың ба? Немесе әрағибун әнта анил әмір, сен бұл нәрсені тастадың ба, жек көресің ба? Немесе ия тақсиду, сен мені мақсат қылып тұрсың ба? Әракибан жи'та, сен көлікпен келдің ба? Айяумул хамиси қадимта, сен четверг, бейсенбі күні келдің бе деп сұрап отыр. Яғни бұл жерде біздер муадил айтылмайды. Муадил айтылмады. Енді астындағы шарға келетін болсақ, Al-an qad la yuzkaru al-muadil. Yani muadil aytılmauı mümkün. لكن حذفه مشروط بأن يكون مفهوما. مثلا إذا قلت أراكبا جئت ما ضده أم ماشيا. Бірақ ол muadilді біз айтпаған кезде оның шарты бар айтпаудың дейді. Өйткені ол muadil түсінікті болуы керек дейді. Яғни егер де сен аракибан жи'та, сен көлікпен келдің бе десе, оның muadil мағынасы әлде жаяу ма? Яғни ол белгілі болғандықтан да оны айтпауға болады дейді. Ва ала кулли халин юштарату ли хатл muadil an yakuna ma'luman. Яғни бұл сөздің бәрі енді бұл сөздердің енді негізін айтатын болсақ, тобықтай түйін айтатын болсақ, онда al-muadil белгілі болуы керек дейді. Ол шарт дейді. Fa-in kana ghayra ma'lumin fa-innahu la yajuz hadfuhu. Егер де ол белгісіз болатын болса, онда оны тастап қоюға болмайды. Вақат ашар ибн Малик иля хадил қа'дати фи қаули. Ибн Малик Альфияда өзінің Альфия кітабында келесі қағиданы айтады дейді. Ва хадфу ма ю'ламу джаизун. Яғни ва хадфу ма ю'ламу джаизун. Белгілі нәрсені, белгілі мәселені алып тастау, түсіріп тастауға рұқсат дейді. Белгілі дейді, яғни ма ю'лам шарт болып тұр ғой. Келесі оқимыз. Келесі әл-масул анху фит тасдиқ. Енді ат-тасдиқ туралы айтатын боламыз. Ан-нисба, яғни бір үкім мағына туралы. Вала якуну лаха муадилун. Яғни оның муадилі болмайды. Яғни тасаввурда муадил болса, ал тасдиқта муадил болмайды. Fa-in ja'at am ba'daha quddirat munqati'atan wa takunu bima'na bal.
Ал енді бұл яғни тасдиқ мағынасында келетін болсақ, деп содан кейін жаңа сөздер айтылатын болса, және одан әм келетін болса, әм бұл сөйлемде немесе деген мағына, онда әмнен кейінгі сөз мұнқатиа болады, әм мағынасы мұнқатиа болады бұл жерде, және одан кейінгі сөз бәлкім деген мағына меңзеліп тұрады. Бәлкім деген мағына меңзеліп тұрады. Оқимыз Шейх ибн Усайминнің тағлиқ. Ал-масул анху фи тасдиқ ан-нисба, яғни үкімді сұрау. Вала юзкару мааха муадилун, яғни оның муадилі айтылмайды. Фа ин зукира муадилун фа иннаха такуну мунқатиатан. Фа ин зукира муадилун фа иннаха такуну мунқатиатан тақдиран ва такуну бимағна бәл. Ал енді тіпті әмнен кейін оның муадилі айтылатын болса да, ол мұнқатиа болып есептелінеді. Бірақ яғни ойда біз бәлкім деген мағынаны меңзейміз дейді. وهذا كثير في القرآن مثل قوله تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم له البنات ولكم البانون الأمثلة في هذا كثيرة. түсінікті ме? Яғни келесі сөз бәлкім айтылатын болса да, айтылмайтын болса да, бәлкім деген мағынаны жасырып тұрады. Келесі бетке көшеміз. Мәтінде екінші хәл, яғни біріншісінде хамзаны айтқан болатынбыз, енді хәл екінші. وهل لطلب التصديق فقط نحو هل جاء صديقك والجواب نعم أو لا ولذا يمتنع معها لذكر المعادل فلا يقال هل جاء صديقك أم عدوك. Енді тасдиқ мағынасын береді. Мысалы біздер сенің досың келді ме деп сұрайтын болсақ, оған я немесе жоқ деп жауап береміз. Сондықтан да я немесе жоқ деп келетін сұраққа біздер я оған муадилді айтпаймыз. Яғни я немесе жоқты сұрап тұр ғой бізден, оған біз келесі муадилді айтудың ешқандай керегі болмайды. Фала юқалу хал жаа садиқука ам адуука. Яғни біздерде хал жаа садиқук, яғни сенің досың немесе әлде жауың келді ме деп сұрамаймыз. Астында тағлиқ. Мада юқалу ида кунта туриду ан тастафхим хал жаа адуука ам садиқуху адууху ау садиқуху. Яғни егерде сен оның жауы ма әлде досы ма келгені туралы сұраған кезде не деп айтасың? Онда хамзамен келесің. Юъта бил хамза. Фатақулу ажаа садиқук ам адуук. Яғни сенің досың ба әлде жауың ба келді деп айтасың. Ал хәлді қойған кезде тек қана тасдиқ мағынасын ғана меңзейсің. Келесі уахал мәтінде тусамма баситатан екіге бөлінеді дейді. Баситатан яғни кәдімгі жай деген мағына. إن استفهم بها عن وجود شيء في نفسه نحو هل العنقاء موجودة. يعني жай ғана басита, әлдің басита түрі. Егерде сен бір нәрсенің бар ма әлде жоқ па деген туралы сұрайтын болсаң, онда ол басита. Yani al-anqa'u mawjudatun, hal anqa'ul mawjudatun. Al-anqa деген сондай бір құстың түрі. Ол туралы көп деген жаңағыдай аңыздар бар ма жоқ па туралы. Әсіресе арабтардан да басқа. Ол қазақша аты самұрық болады. Жалпы самұрық құсы бар ма жоқ па? Осы мәселе көп адамдар толғандырады. Арабтарда бұрыннан сондай бір шиғырлер де бар. Ал-анқау маужуда деп сұрайды. Ол кезде ол басита. Енді келесі мураккаба, яғни күрделі түрі. Иннустуфхима биха ан уджуду шайин ли шайин. Яғни бір мәселенің сол мәселеде бар ма әлде жоқ па туралы сұрайсың. Яғни ол мәселе бар сенде бір мәселе. Енді сол мәселеде сол мәселеге байланысты сұрақ қоясың. Наху мысалы, хәл табидул анқау ва туфарриху. Яғни анқа құсы жұмыртқа басып балапан ұялата ма дейді. Яғни сен бір нәрсенің өзі де белгісіз нәрсенің тағы белгісіз несін сұрадың. Оны мураккаба дейді. Оны мураккаба. түсінікті астындағысын оқимыз. Ta'liq. إذا كان المقصود الاستفهام بها عن وجود الشيء فهذا تسمى بسيطة. Yani егер бір нәрсе туралы бар жоғын сұратын болсаң, оны басита дейді. لأنها استفهام عن شيء معين. өйткені ол белгілі бір нәрсені сұрау. أما إذا استفهم عن صفة في شيء فإنه تسمى مركبة. Ал енді белгілі бір нәрсенің сипатын сұрайтын болсаң, ол мураккаба болады. هل تبيض العنقاء وتفرخ. Yani анқа құсы жұмыртқалай ма? Деген тұратын болсаң, сипатын сұрап тұрсын. Ол біздерде мураккаба болып есептеледі. Үшінші, ома ютлабу биха.
яғни мә, енді үшінші біз хамзаны алдық, хәлді алдық, енді мә. Ома ютлабу биха шархул исм, яғни мә дегеніміз ол бірінші шархул исм, бір есімнің мағынасын сұрайсың. Мәл ашжаду ауилләджину, мәл ашжаду ауилләджину. Әл-ашжад немесе әл-ләджин дегеніміз не деп бір есімді сұрайсың. Екінші ау хақиқатул мусамма, яғни бір нәрсенің хақиқиінің аталуын сұрайсың. Мәл инсан, адам деген не? Біріншісінде ол атын сұрайсың, екіншісінде адамның хақиқи затын сұрайсың. Мысалы хақиқатул мусамма, мәл инсану, адам дегеніміз не деп. Ау халул мазкур мааха, немесе оның жағдайын сұрайсың, онымен айтылып жатқан жағдайын сұрайсың. Мысалы кақаулика лиқадимин алейк мә әнта, яғни саған бір адам келеді, сонда сен мә әнта, сен не деген, яғни оның жағдайын сұрайсың. Қандай жағдаймен келіп тұрсың деген мағына, қандай шаруамен келіп тұрсың деген мағына. Үшінші, соған оқимыз. Талиқ ютлабу биха, яғни талақ қылынады. Не ол? Шархул исм. Наху мәл ашжаду әл-жауаб әл-захабу. Әл-ашжад деген бізде мына жерде айтып отыр екен. Мына хадисте келеді. Әл-ашжаду вал-луджейну. Мәл ашжаду деп сұрайды, сол кезде сен әл-жауаб әл-захаб, ол алтын дейсің. Мәл луджейну дейді, әл-фиддату, күміс дейді. Яғни шарх есім сұрап тұрсын. Хақиқатул мусамма мәл инсану, адамның ақиқаты жаңағыдай табиғи өзінің сипаты не деп сұрағанда хайуану натиқ, яғни тірі бір айтқанда сөйлеуші тірі организм деп айтсақ болады. Хадихи хақиқатул инсан, бұл адамның хақиқи сипаты. Хайуанун ташмалу куллу ма фил хаяти минал бахаим вал инсан, яғни хайуан деген сөз, яғни хая деген тіршілік деген мағына ғой. Кез келген тіршілік ететін нәрселерді қамтиды. Ол жан-жануарлар болсын, адам болсын, хайуан деп ол тіршілік ететін нәрсені айтады. Натық дегеніміз тухруджул, натық деген сөз ол сөйлеуші, одан не шығып кетеді? Тухруджул бахаим, ланнаха гайру натиқа, яғни жануарлар сөйлемейді. Ол мұраду гайру натиқа нутқан мафуман, ол натиқа, ол бір дауыс шығарады енді жануарларда. Бірақ бұл жерде белгілі түсінікті мағына айтылмайды деген мағынаны айттымыз. Хайуанун натиқ, яғни мәл инсану деп сұраса, сен хайуанун натиқун деп атайсың. Ва илля фахия натиқатын кама қала Аллаху та'ала. Негізінде хайуандарды да бір дыбыстар шығарады дейді. Улимна мантиқут тайр. Арасында біздер құстардың тілін үйрендік дейді. Түсінікті? Немесе екінші әу хал мазкур мааха кауқаулика лиқадимин алейк, саған келген адамға жағдайын сұрайсың. Мә әнта екунул жауап садиқ, яғни мен доспын. Лә юқал фуланун, мен біреумін, атын айтпайсың дейді. Мә әнта, кімсің? Мен сен досыңмын деп айтып тұрсың. Ида арада ан яриф исмаху фа яқул мән әнта, егерде сен атын білгің келсе, онда сен кімсің деп сұрайсың. Мән әнта. Ләкин ида қала мә әнта يستفهم عن حاله لا عن عينه، يستفهم عن حاله هل هو صديق هل هو عدو. Yani сендер мә әнта деп сұрасаң, оның жағдайымен белгілі бір сипатын сұрайсың дейді. Yani сен доссың ба или жаусың ба деп. Мәда яқулу ида қала мә әнта, егерде сен одан мә әнта деп сұрасаң, ол садиқ деп жауап береді. Ида кәне байнаху байнаху насаб, егерде бір араланып байланыс болса, яқулу қарибун, егерде байланыс болса, онда сен туысың деп атайды. Ида арада ан юхаддида ан-насабу яқулу ибн аммик ва машбадалик, егерде ол туыстық қатынасын саған білдіргісі келіп жатса, онда мен сенің ағаңның, әкеңнің ағаның інісінің немесе баласымын дейді. Түсінікті ма? Түсінікті. Келесі төртінші мән, яғни мән истифама. Мән ютлабу биха та'инул уқала, яғни ақылы бар адам туралы сұрайсың дейді. Қайсы кім екенін дейді. Мән фатаха Мысра, Мысырды кім ашқан дейді. Астында тағлиқты оқимыз. Ал-жауап Амр ибн ал-Ас. Түсінікті. Бесінші мәта ютлабу биха та'ину заман. Мәта дегеніміз бір уақыттың, заманның айтуын сұрайсың одан. Қай уақытта болған талап етесің. Мадиян кән ау мұстақбалан, осы шақта немесе келер шақта болған сұрайсың.
мата жита ва мата тазаб. Қашан келдің немесе қашан кетесің. Бұларды бір қарап, бірден аударып сендерге түсіндіріп кетіп жатырмын. Яғни осы жерден тоқтаймыз, келесі сабақты жалғастырамыз.